Жақын арада елімізде газ бағасы қымбаттамайды. Керісінше, мамыр айына дейін аймақтардағы әркелкі баға бірыңғайландырылады. Қазір табиғи монополияларды реттеу агенттігі осы бағытта жұмыс жүргізіп жатыр. Бүгін газ бағасын қалыптастыру мәселесі қаралған үкімет отырысында премьер-министр Серік Ахметов жауапты органдарға көгілдір отын құнының күрт қымбаттауына жол бермеуді тапсырды. 1580 теңгеден 10,5 мың теңгеге дейін. Бір текше метр газдың құны бір ғана Маңғыстау облысында осылайша құбылады. Сондықтан газ секторындағы баға мәселесін ретке келтіруге үкімет ерекше көңіл бөліп отыр. Қазір табиғи монополияларды реттеу агенттігі аймақтардағы газ бағасын теңестіру жұмыстарын жүргізуде. Ведомство басшысы Марат Оспановтың айтуынша 1 мамырға дейін әр облыс үшін газдың бірыңғай бағасы бекітіледі. Бұл ретте өңірлердің әлеуметтік жағдайы әрі газ қорының бар жоғы ескеріледі. Ол барлық облыстарға бір баға болады деген сөз емес. Әрбір облыстың ішінде қазір айтып отырмын, әртүрлі бағалар бар. Соның бәрін бір жүйеге келтіріп, бір баға болады. Сонда национальный оператор сол бағамен Қазтрансгаз аймаққа сатады. Одан кейін Қазтрансгаз аймақпен акимат, арем үшеуі отырып, өзі облыстың ішінде кластарға категория қалай өздері жаңа бағаны келтіреді. Салалық министрлік болса осыдан 2 жыл бұрын қабылданған газ бағасын айқындау ережесіне түзетулер енгізіп жатыр. Жаңартылған құжат бойынша 1 мамырдан бастап Қазтрансгаз ұлттық операторы жер қойнауын пайдаланушылармен министрлік бекіткен баға бойынша газды сату және сатып алуға қатысты жаңа келісімдер жасайды. Все вопросы связаны. Халық үшін маңызды мәселе бұл тарифтердің құны. Ал табиғи монополиялар субъектілері, операторлар мен коммуналды қызмет ұйымдары өздері үшін тиімді тарифтердің болғанын қалайды. Енді екі тарапқа да ұтымды болатын ортақ шешім қабылдануы тиіс. Халықтың қалтасы қағылмай, монополиялық субъектілерді шығынға батпауы қажет. Тағы да ескертіп айтамын, газ бағасының күрт қымбаттауына жол берілмеуі керек. Қазақстан авиациясы биыл ИКАО-ның қара тізімінен шығуы керек. Күн тәртібінде министрлер кабинеті қараған екінші мәселе елдегі азаматтық авиацияны дамытуға арналды. Айта кетейін, бүгінде Қазақстанның бірқатар әуе компаниялар Еуроодақтың қара тізіміне енген. Сол себепті оларға кәрі құрлықтың әуе кеңістігіне кіруге рұқсат жоқ. В рамках стратегии Қазақстан 2050 стратегиясында ел президенті отандық көліктік логистикалық жүйені дамытуға қатысты нақты тапсырмалар берді. Құжатта Қазақстанның транспорттық әлеуетін арттыруда азаматтық авиация саласының маңызды рөл атқаратыны айтылған. Сондықтан бұл саланы жаңа деңгейге көтеру үшін біз бар күшімізді салуымыз керек. Жалпы Қазақстандағы 60 әуе компаниясының 48-нің қызметі халықаралық азаматтық авиация ұйымының талаптарына сәйкес келеді. ИКАО инспекторлары қалған 8-нің сертификатын қайтарып алса, отандық 4 әуе компанияның қызметі мүлде тоқтатылған. Бауыржан Бақытбекұлы, Әлібек Әлиев, Хабар, Астана.